Баршаңызға сәлем. Бүгін өте жұмсақ болып пісетін, беті ешқандай қатпайтын, көп ештеңені қажет етпейтін үй жағдайында пицца дайындаймыз. Ендеше менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Ұнымыздың үстінен тұз, аштығымызды және қантымызды қосып араластырамыз. Оның үстінен сұйық майымызды құямыз. Содан кейін жылы суымызды немесе сүтімізді құйып, қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Қамыр илеген кезде қолымызға күш салмай, жұмсақ етіп илейтін боламыз. Алдымен осылай қолымызға жабысады, ештеңе де етпейді. Үстінен осылай бір ас қасық көлемінде сұйық май құйып, тағы да ары қарай бір-екі рет қолыңызбен осылай айналдырып жіберсеңіздер, қолыңызға ешқандай қамыр жабыспайтын болады. Енді бұны жарты сағатқа аузын жауып қалдырамыз. Сол аралықта біздің қамырымыз көтеріліп дайын болады. Оған дейін бетіне салатын начинкасын және де бетіндегі соусын дайындаймыз. Мен соусты оңай жолмен дайындадым. Мен екі түрлі пицца дайындадым. Біреуі маргарита, біреуі пепперони. Енді қызанағымызды және де колбасамызды осылай турап аламыз шұжығымызды. Енді бетіне жағуға мен майонездің орнына осылай қаймақты қолдандым. Қаймақпен және де томат пастасын қолдандым. Кетчуп пен майонезден жасап көргем, беті құрғап кетеді, сол себепті дәл осылай дайындап көруге кеңес беремін. Кез келген дәмдеушіңізді қоссаңыз болады. Мен осылай салатқа арналған осылай жасыл шөпті қолдандым. Міне бізде қамырымыз көтеріліп дайын болды. Енді оны ыдысымыздан түсіріп 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Бұдан 2 пицца шығады. Міне енді осылай оқтаудың көмегімен немесе қолымыздың көмегімен жұқалап қамырымызды жаятын боламыз. Пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. Енді формамызға салып, қолымызбен жан-жағын тегістеп аламыз. Бетінен жаңағы дайындаған кетчуп пен қаймақ араласқан соусымызды осылай құямыз. Бетіне тегістеп жағып шығамыз. Енді үстінен манағы қызанақтарымызды және де шұжығымызды қойып шығамыз. Бір-бірден теріп шығамыз. Бұл пиццаның қамырын кез келген пиццаға қолдансаңыздар болады. Үстіне бетіне ештеңе салмай, тек қана сиырды салып пісірсеңіздер де болады. Енді қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Осы аралықта біз сиырымызды, ірімшігімізді осындай терканың үлкен бөлігінен өткізіп дайындап аламыз. Кішкене қызарған бойда бетіне ірімшігімізді салып шығамыз. Содан кейін 2-3 минутқа пешке қайтадан салып аламыз. Қатты асты қызарып кетпеу керек, әйтпесе пиццамыз қатып кетеді. Міне қараңыздар, 2-3 минутта осылай сиырымыз еріп, пиццамыз дайын болды. Дәл пиццериядағы пиццалар сияқты жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көруге кеңес беремін. Міне қараңыздар, қалай жұмсақ болып шығатыны видеоның өзінде көрініп тұр. Бұның құрамы описание бөлімінде толық қалдырдым. Сол жерден қарасаңыздар болады. Міндетті түрде дәл осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Қамырды біз 2-ге бөлген кезде екеуінде өлшеп аламыз. Сол кезде бірдей қамырымыз бірдей мөлшерде шығатын болады. Маған негізі пиццаның жып-жұқа болған ұнайды, бірақ мен бірінші пиццаның айналасын пиццериядағыдай қалыңдау қылып жасадым. Енді дәл осы қамырмен екінші пиццамызды дайындайтын боламыз. Екінші пиццаға маргарита жасадым. Дәл жаңағы қамыр, соусы да сол, тек бетінде қызанақ қана. Енді дәл солай
пешімізге салып алып қызартып қамырымызды, содан кейін ірімшігімізді бетіне төсеп 2-3 минутқа пешке қойып алып, міне бізде пиццамыз екіншісі дайын болды. Бұл екінші пиццада мен қамырын жұп-жұқа қылып жасадым. Міне қараңыздар, видеоның өзінде көрініп тұр. Менің рецептерім ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Сандуғаш, назарларыңызға көптен көп рахмет.